Алматыда биыл реновация бағдарламасы аясында 37 ескі үй бұзылады, ал ондағы 400-ге жуық тұрғын жаңа пәтерлерге қоныстанады деп жоспарланған. Қазір қалада тозығы жеткен 1366 үй-жай бар екен. Баспаналары сүрілетін халыққа қандай жағдай жасалады? Бағдарламаның артықшылығы неде? Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқызы жалғайды. Светлана Крылова әпкесінің жаңа пәтерге қоныстануына себепкер болған. Айтуынша туған бауырының бала кезден есту қабілеті нашар. Сондықтан өзі бас көз болып, реновация бағдарламасы шеңберінде тозығы жеткен баспанадан әпкесін осында көшірген. Айтуынша ескі үйінің ауданы 45 шаршы метр болса, қазіргісі 71 шаршы метр екен. Қала тұрғыны ешқандай ақша төлемей-ақ әпкесін құрылысы толық аяқталған жаңа пәтерге көшіргенін айтады. То жилье она себе купила по своим возможностям. Шамасы жеткен пәтерді алып, сонда тұрып жатқан. Ол Орбита шағын ауданы маңындағы ескі екі қабатты үй еді. Мен таныстарымнан осындай бағдарламаның барын естіп, әрекет ете бастадым. Қазір міне әпкем үшін қолайлы, жайлы пәтер берілді. Көшіп келгеніне шамамен 10 күн ғана болды. Әлі де реттеліп жатырмыз. Үй бізге таза, дайын күйінде өткізіліп берді. Ал кешкісін мына аулаға балалар шығып ойнап, мәз-мейрам болып жатады. Біз өте қуаныштымыз, айтар алғысымыз шексіз. Былтыр реновация бағдарламасы аясында 31 ескі үй сүрілген. Ондағы 539 азамат жаңа пәтерлерде қоныс тойын тойлады. Айта кетейін, былтыр жыл соңында Алматыда 2030 жылға дейін тұрғын үйді реновациялаудың жаңа бағдарламасы қабылданған еді. Оған сәйкес пәтер иелерінің құқықтарын қорғау жөніндегі жұмыстар атқарылады. Баспаналарды көшіру және бұзу барлық меншік иелерінің келісімімен ғана жүзеге асырылады. Ал ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін арнайы жабдықталған үйлер беріледі. Данные дома. Бұл үйлер сейсма қауіпті деп танылғандар. Бағдарлама аясында тектоникалық бұзылыс үстінде орналасқан 1930 бен 1980 жылдар аралығында бой көтерген ескі үйлер сүріледі. Бұл қаланың эстетикалық бейнесін жаңартып қана қоймай, жұртшылықты табиғи апаттардан қорғауға бағытталады. Бағдарлама шеңберінде әрбір баспана арнайы комиссиядан өтіп, сейсмологиялық зерттеудің қорытындысы негізінде анықталады. Аталған бағдарлама Алматыда осыған дейін 2 мәрте жүзеге асты. Сол уақыт ішінде 181 ескі үй бұзылып, 1629 пәтердің иесі жаңа баспанаға қоныстанды. Алайда қалада әлі күнге дейін тозығы жеткен 1366 үй бар екен. Енді 2030 жылға дейін кем дегенде 676-сын жаңарту жоспарланыпты. Бұл 7500-ге жуық меншік иесін заманауи пәтерлерге көшіруге мүмкіндік бермек. Гүлмарал Изатқызы, Ғани Қалуов, жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы.